Сәлем барлықтарыңызға. Обложка туралы қазақша айтылған жалғыз видео. Сондықтан осы видеоның соңына дейін қараңыздар. Мен обложканы өте тиімді, оңай және де өте бюджетный, экономно жасайтын, еще профессионалдардан да кем емес бір тәсілді айтамын. CapCut приложениясында. Қазір мен тура осындай обложканы CapCut'та қалай жасаймыз, соны көрсетемін. Барлығы көпжасаровтардың несіне қызығады ғой, обложкаларына өте яркий, необычный деп. Мен енді олар енді өте профессионально жасайды, бірақ мен CapCut'та тура солай профессионально сияқты қалай жасаймыз, соның бір түрін көрсетпекшімін. Алдын ала фотоларыңыздың барлығын дайындап аласыздар. Сосын CapCut'ке кіреміз, новый проект басамыз и главный фотомызды саламыз, яғни фон дейді ғой, фонымыз қандай фото болады, соны бірінші енгіземіз. Главный фотоны салғаннан кейін астында наложение деген бөлім бар, соны басамыз, добавить наложение деп, қалған біздің өзіміздің балаларымыздың, қалған керекті бір фотолар бар ғой, солардың барлығын кезек-кезек енгізіп шығамыз. Наложить еткен фотомыздың үстін басып, астында удалить фон дегенді таңдаймыз. Удалить фонды таңдаған кезде обводка деп тұрады. Обводканы басқаннан кейін бізде осындай ерекшеленетін көріп тұрсыздар ғой, сызықтар, андай бір светтер, оның барлығын өзгертуге болады, сары, жасыл қылып. Осылай ерекшелеп аламыз фотоларымызды. Балаларыңыздың фотолары өте эмоциональный болу керек. Өкпелеп тұрған, күліп тұрған, қорқып тұрған, вау деп тұрған, осы сияқты, чтобы адамды привлекать ету үшін. Фотоларымызды таңдадық, ерекшеледік. Енді осы фотоларды біз жайғастырамыз, орын-орнына. Мысалға, балаларды біз шкафтың артына тығып қоямыз. Оны қалай жасаймыз? Фотоның үстін басқан кезде астынан слои деген бөлімшені таңдаймыз. Сол кезде былай суретімізді шкафтың артына жылжытамыз. Фотоны үлкейтесіз, кішірейтесіз, солай өзіңіздің қалаған жағыңызға жайғастыра берсеңіз болады. Мұнда екінші қызды да біз таңдадық, слои дедік, екінші шкафтың артына тығып қойдық. Оны да жылжытып, үлкейтіп, нормально өзімізге қалай ыңғайлы солай жайғастырдық. Енді арттағы фоновый фотомыз бар ғой, соны белгілеп, оның түсін фильтрін өзгертеміз. Яғни фильтр дегенді бассаңыздар, более темный цвет, яркий цвет, яғни әртүрлі, чтобы яркость көріну үшін фотода әртүрлі фильтрлерді таңдасаңыздар болады. Фонымызды өзгерттік, енді жазу жасайық. Алидің үйінде тығылмашақ деп жазбақшымын. Осы жерде шрифттарды өзгертесіз. Стилия, эффекты деген бар. Эффектыда сразу дайын яркий жазулар тұрады. Осыны да сразу таңдасаңыздар болады, уақытты үнемдеу үшін. Әр жазуда әр түрлі жазсаңыздар болады. Мен тығылмашақ дегенді басқаша шрифтпен, эффектпен жаздым. Жазуларыңыз өте үлкен болу керек. Түсініп тұрсыздар, кішкентай қалып жазып қоймаңыздар. Это нам кажется, что ол көрініп тұр, бірақ экранда ол үлкен жазу болып көріну керек. Сол үшін барынша жазуды үлкен қылуға тырысыңыздар. Енді бұл жерде біз фотомыздың, яғни адамның түрін более яркий, красочный макияж жасап, түрімізді барлығын өзгертсек болады. Ол астында ретуш деп тұрады. Сол ретушты басасыздар. Стикері дегенді бассаңыздар, кәдімгі біздің өзіміздің смайликтер шығады. Сол смайликтерді осылай қойып қойсаңыздар болады. Бұл да, оказывается, өте не істейді екен, привлекать етеді екен. Енді осы видеомызды экспортировать етеміз. Сөйтіп галереяға барып, осы видеоны ашып, экранымызды жылжытып, скриншот жасаймыз. Скриншот жасадық. Енді қазір мен YouTube'да қалай көрінеді, солай көрсетеміз сіздерге. Қараңыздар. YouTube'да қараңыздар, форматы сәйкес келмей қалды. Көріп тұрмысыздар ма? Сол үшін CapCut'та сіздер соотношение сторон дегенде YouTube дегенді таңдайсыздар. Мұнда көрсетіп қойдым, қарап алыңыздар. Видео пайдалы болды деп үміттенемін. Ең экономичный, бюджетный CapCut'та и монтажға, и обложкаға қолданатын схемасы осы. Қолданыңыздар.
Сонымен қалай обложка жасау керек деп осы видеоны ашқан болсаңыздар, демек сіздер уже ютубқа видео салып жүрсіздер, иә. Видео салып жүрген болсаңыздар, бір-екі-үш ақпарат айтып кетемін. Яғни маңызды, может быть, сіздер енді бастаған шығарсыздар, иә. Менің өзімнің басымнан өткен, оқырмандарымның сұрақтарынан келген бір сұрақтарға жауап ретінде бір-екі-үш ақпарат беретін боламын. Менің бір оқырманым хабарласты. Одноразовый телефон бар ғой. Менің байқағаным, көп ютубер, осы ютуб туралы үйрететін блогерлар, яғни нелер бар ғой, эксперттер. Олар одноразовый телефон қолдануды кеңес береді екен. Бірақ бір оқырманым осы жазды. Мен сол одноразовый телефонмен ашқан едім, бірақ қазір ютубта бір нәрсе болып жатты. Бір нәрсе болып қалды дейді да, ютуб каналында. И кірмей жатыр дедім, осындай бір нәрсе, и маған бір код жіберіп жатыр, а ол кодты именно сол телефонға жіберіп жатыр дейді. А ол телефон менде уже жоқ дейді. Представляете? Яғни оның, может быть, ютуб каналы уже монетизацияға не істеп, заявка беріп жатқан шығар, иә? Или там, не знаю, уже 1000 подписчик, 4000, 5000 просмотрлар жинап тастаған шығар, иә. Бірақ бір осындай код келеді, немесе бір нәрсе хат келеді деген сияқты, и сіздің телефоныңыз дұрыс емес. Яғни сіздің телефоныңыз жоқ. И одан кейін не істейді ол адам? Қараңыздаршы, қаншама еңбек зая кетті. Яғни осындай мәселелер болмас үшін мен ешкімге одноразовый телефонмен ашыңыз деп айтқан емеспін. Одноразовый телефон емес, мен всегда оқырмандарыма айтамын, актив номер активный болу керек. Яғни сіз егер сізде актив номері болмаса, сатып аласыз ғой жаңадан номер, оны сіз кәдімгідей тіркейсіз. Тариф сатып аласыз, звондайсыз, жазасыз, иә, солай активный неге состояниеға келтіру керек ол актив номерді. Содан кейін барып ютубқа тіркейсіз. Сол кезде ана ютуб уже оны қабылдайды как активный жүріп тұрған номер ретінде. Сол үшін сіздерге де айтамын, телефон тіркейтін кезде актив номер сатып алып, оған тарифті қосып, тіркеп, сөйлеп, жазып, яғни активный телефонға айналдырыңыздар. Содан кейін барып тіркей беріңіздер. Сол кезде осындай кенеттен бір жағдайлар болмайды. Және де почта, осы телефонға байланысты почтаны да, например, тоже оқырмандарым, на почта мен аштым, болмады, что-то енді жаңадан почта ашам, жаңадан почта ашып жатыр, и сол моментте уже паролін ұмытып қалып жатыр, да. Парольдарыңызды жазып алыңыздар. Почта атын прям қайта тексеріп, жазып, сақтап, барлық жерге жазып тастап, сақтап қойыңыздар. Себебі бұл өте щепетильный момент. Біз и так-то ютубқа монетизация қосылу оңай емес, иә. Айлап, жылдап видео жасап, каждый просмотрға, каждый подписчикқа деп қуанып жүрген кезімізде біздің пароліміз немесе кодымыз дұрыс емес келіп қалса, өте өкінішті болады. Сол үшін ютуб ашқан кезде басынан бастап дұрыс жасаңыздар. Дұрыс қадам-қадаммен функцияларын дұрыс қосыңыздар. Менің басқа да видеоларым бар. Парақшама кіріп, міндетті түрде YouTube толық курс дегенді көріңіздер. Сол жақта да қандай функциялар қосу керек, қандай функциялар маңызды, қайсысы маңызды емес, уже может быть сіздер дұрыс емес жасап жатқан шығарсыздар кейбір заттарды. Соның барлығын тексеріп қарап алыңыздар. Және де осы YouTube ашарда ең көп адамдардың қиналатын сәттері ол ниша табу, иә? Ниша табу. Мен өзімде сол момент, сол состояниеден өттім, сол жолдан өттім. Мен де нишамды неден бастаймын деп, просто осылай камераға сөйлеуден бастағам. Просто мен YouTube ашқым келіп жатыр, ұят деп қазақтардың қыздарын басып кетті, мен ұялмаймын, мен камераға сөйлеп үйренемін деп өз-өзімді бір талпындырып, осылай просто сөйлеп бастаған тұғым. Потому что мен де нишамды қалай таңдарымды білмедім, не саларымды білмедім. Сөйтіп осылай сөйлеп бастадым.
Одан кейін тамақтарымды сала бастадым. И YouTube қалай жұмыс жасайды, соны көре бастадым да. И сөйтіп білген түйгенімді осылай айта бастадым. Болды. Бұдан мен жасанды интеллекттерді де оқып үйренгем. Соларды да үйренгенімді просто осылай бөлісе бастадым. Болды. Көрдіңіздер ма? Яғни ниша деген осылай басталады. Яғни сіз түк не жасарыңызды білмесеңіз, дәл қазір сіз кімсіз? Например, декретте отырған әйелсіз ба? Тамақтарыңызды сала бастаңыз. Или балалармен қалай ойнап жүрсіз, соны сала бастаңыз. Егер сіз жұмыс істеп жүрген болсаңыз, жұмысыңызда сіз не істеп жатырсыз? Мұғалім болсаңыз, например, балаларға қалай сабақ үйретіп жатырсыз, соны сала бастаңыз. Просто штативпен видеоны қойып қоясың, болды. Сөйтесің да, сол 40-30 минутты түсіресіз ғой, например, 40-30 минут сабағыңызды түсірсеңіз, сразу соны кесіп ютубқа саласыз. 30-40 минуттық енді память алады ғой, ол сразу удалить ете саласыз, болды. Яғни осылай жұмыс жасау керек. Басқа жерде жұмыс істеп жатсаңыз да, сол жұмысыңызбен байланысты не үйрендіңіз, не болып жатыр жұмысыңызда. Вот, например, мынандай жағдай болып қалды. Бір әйел келді, былай жасады, былай айтты, біз оның мәселесін осылай шештік деген сияқты. Мынандай запроспен адам келді, оказывается, ода мынандай жағдайлар болып жатыр екен. Сіздерде де солай жағдайлар болып жатыр ма? Сіз ондай жағдайда не істедіңіздер деген сияқты. Просто үйде там қазір сиыр, ит, мысықтарыңыз бар ма? Тоже просто ит, мысықтарыңызды түсіре беріңіздер. Яғни ниша дегенге былай қатты ойланудың қажеті жоқ екенін мен соны түсіндім. Дәл қазір қолымызда не бар, сонымен бастау керек екен. Просто. Одан кейін барып уже адам ананы салып, мынаны салып, уже өзінің нишасын былай ретіне келтіреді екен. Мен де осылай өзімнің каналымды осылай ретке келтіріп жатырмын. Тамағымды да салдым, қыдырған жерлерімді де салдым, бала тәрбиесі туралы да салдым, әлде өлеңді де салдым, кстати. Мен бар ойыма келген заттардың барлығын салдым. Қазір менің осы тоқтаған сәтім ютубтан ақша табу, ютуб ашу, ютуб видео жасау, осыған байланысты бүкіл ақпараттарды мен бөлісетін боламын. Яғни мен нишамда уже толығымен нишамды определилась десем де болады. Құдай қаласа, соңына дейін нәсіп етсін. Сонымен осы менің бар айтқым келгені, видеом пайдалы болды деп үміттенемін. Парақшаға жазылып, лайк басып, басқа да видеоларымды қараңыздар. Өте пайдалы ақпараттар беріп жатырмын деп ойлаймын. Көмегі тисін сіздерге. Сау болыңыздар.